вторниктен бастап негізі жылу болған жоқ. Қыстың ортасында 3 күн отопление бермеу деген ол енді масқара. Биылғы қыс атыраулықтарды әбден әбігерге салып, қалың қармен қақаған аязда халық бірнеше күн сусыз, жарықсыз, жылусыз қалды. Қала және аудандарға қарасты елді мекендердің жан айқайы әкімдікке дейін жетті. Олар шенділердің әдемі есептерінен шаршағанын айтып, бұқаралық ақпарат құралдарын шулатты. Шындығында олардың көңілі күпті болатындай жөні бар. Себебі миллиардтаған қаражатты игеретін жауапты мекемелер қыс азығын жаз ойлауды ұмытып қалдырған. Енді олардың бүгінде алдағы қысқа дайындығы қалай? Өткен қыста жауаптылар мұндай салғырттық енді қайталанбайды деп уәде бергенді. Ал атыраулықтар техниканы көбейту, жұмыс сапасын жақсарту мәселесіне көңіл бөлуді тапсырды. Репортажда Атырау су арнасы мекемесінен бастауды жөн көрдік. Былтыр жайықтағы сорғы құрылғыларына мұз қатып, қаланың жарты бөлігі сусыз қалған еді. Сондай-ақ бірінші су тазарту станциясының жылу қазандығы да істен шықты. Бұған Атырау су арнасы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорын өкілі былай деп түсінік берді. Қандай жұмыс атқарғанда мына артында көріп тұрғандай, мына бізде мұз қатып бастаған уақытта, мұздың қабыршақтары дейтін, мына бізде балықтан қорғайтын сеткілер бар. Сол сеткілер бітеліп қалды былтыр. Сол бітеліп қалып, сол енді ол кезде жайықтың суының да деңгейі төмен болды. Енді биылға Құдайға шүкір, әйтеуір шамалы былтырға қарағанда 1 метрдей жоғары су бар. Екіншіден енді жөндеу жұмыстары атқарылып жатыр. Жазда ошым июль, август айы ғой, ең судың мына халықты көп қолданатыны. Сол кезде бізде енді летний режим, екінші су көтеру станциясы дейміз, халыққа су айдайтын жер. Сол жерде насостар бар. Сол насостардың қысымын көтеріп, осым халыққа жеткізіп тұруға дейін. Ал қыста дейтін оны көтеріп қоюға болмайды. Өйткені көп потребление жоқ. Труба құбырларда апаттық жағдайлар болуы мүмкін, давление көтеріп қою үшін. Аманғали Молдағалиев былтыр болған проблемалардың басын ашып, шешімін айтты. Енді осы қысқа дұрыстап дайындалдық дейді ол. Дайын болғанда жылдағыдан қарағанда дайынбыз ғой. Мұнда енді басқаша акиматтың көмегімен келесі жылға бізде мына бұрын фильтр нелер жуған суларды жайыққа лақтыратын еді. Қазір соған станция донный хасатка деген салынып жатыр. Сосын биыл дейтін тоже облыстық акиматтың көмегі арқылы бұрын дейтін бізде мына суды заласыздандыру үшін сұйық хлор қолданатын болды. Қазір сол орнына бір қондырғы қондырылды, мына Турцияның компаниясынікі. Бірінші су көтеру станциясы дейміз, жайықтан су алатын мені. Соның ішіне жылу су арқылы берілетін насостар қондырылды. Сосын ауамен үретін компрессорлер қондырылды. Қыс енді қатты болмай болар деп тілейміз. Бұлай енді дайындығымыз бар. Біршама жұмыстар жасалды. Жаңа жұмыстардан да басқа мына станцияның сүзгілері бар. Сол сүзгілерін жөндеу жұмыстары өтті. Сосын тағы мына Память Ильича дейді, Береке ауылында 5-ші фильтровальный станция салынып жатыр, сүзгі. Ол да енді келесі жылдың бас жақтарында жіберілуі керек. Сонымен қатар өзекті мәселелердің қатарында электр энергиясымен үздіксіз қамтамасыз ету де бар. Бұл ретте Атырау жарық мекемесі қыстан неліктен жарық жиі өшетінін түсіндірді. Электр желілері бір-біріне тиіп, фазалар болса, ол қысқа тұйықтауға келеді. Соның саласынан әуе электр желісі түгелімен өшіп қалады. Ол өшкенде ол өзінің әуе электр желісін, өзінің айырғышының релелік қорғанысы бар. Релелік қорғанысы жұмыс жасайды. Жұмыс жасағанда ол автоматтық түрде линияны өшіріп тастайды. Ол өшіріп тастағанда себебі сол қысқа тұйықтаулы болған жері оған ылғайып кетпес үшін. Ол қазір релелік қорғанысы дұрыс жасамаса, мысалға қысқа тұйықтаулы болған жері ылғайып, ол қазір өртке или басқа бірдемеге әкелуі мүмкін. Сол себептен ол түгелімен ол мысалға әуе электр желісінде бәленбай трансформаторлар мысалға қосылып тұр. Оны болдырмау үшін мысалға 2 мезгіл жылда изоляцияларды, сосын басқа қондырғылардың бәрін жөндеп, жаңағыдай сүртіп тазалау, шаңнан, топырақтан сүртіп тазалау жұмыстарын өткіземіз.
Бүгінде Атырау жарық мекемесінің теңгерімінде 9,5 шақырым әуе электр желісі, 300 шақырымнан астам кабель желісі, 35 мың мен 110 мың вольттық 77 станция және 6 мың мен 10 мың вольт аралығындағы 1600 қосалқы станция бар. Биыл қысқа дайындық барысында 742 шақырым әуе электр желісі, 76 трансформатор мен 14 қосалқы станция жөндеуден өткен. Сондай-ақ Атырау жарық акционерлік қоғамның бірінші вице-президенті Қуат Сейсенғалиев қала көшелеріндегі электр бағаналарының істен шығуына қатысты түсінік беріп өтті. Ол енді осы соңғы 5-6 жылда қойылған бағаналар, ол енді Атырау жарықтың негізі теңгерімде емес. Бірақ Атырау жарық осы қазіргі таңда келісімшарт ЖКХ мен келісімшартпен біздер осы қазір 1200 бағананы осы қала бойынша ауыстырып бітірдік. Енді ол алдағы уақытта ондай бағана әлі бар, 6000 үстінде бағана бар, ондай ауыстыратын. Ол енді ол заводтан жаңағыдай бағананың өзі бірақпен шықты ма, енді оны сараптама жасап, оны әкімшіліктің өзі шара қолданатын болады білейік, бірақ біздің өз тарамыздан жаңағы бағаналарды ауыстыру жұмысы жүріп жатыр. Ал Атырау жылу жүйелері акционерлік қоғамы биыл маусымдық жұмысқа 1 миллиард 146 миллион теңге бөлген. Мамандардың айтуынша қаржының көбі жоспарланған 18 шақырымдық жылу құбырын ауыстыруға жұмсалған. Нәтижесінде жоспардан асыра жұмыс істедік дейді олар. Дегенмен көктемгі өр суы мен жерасты суының көтерілуі мекеменің қысқа дайындығына едәуір кедергі келтіріпті. Бірақ қызметкерлер аптасына 6 күн күшейтілген режимде жұмыс істеп, 1 қазанда қысқы дайындық жұмысын толық аяқтаған. 1 қазаннан бастап әлеуметтік нысандарға жылу бере бастадық. Күз маусымы бойынша 7 қазаннан бастап көпқатарлы тұрғын үйлерге жылу бере бастадық. Қазіргі уақытта бәрі берілді, қалыпты жағдайда жылу алып тұр. Жылу тоқтап қалу себептері көбінде мына маусымның бас кездерінде болады. Сосын жайменен үзеп, қысты уақыттарында кішкене біркелкі қалыпқа келіп, қыстың қатты аяз кездерінде біздің тәжірибемізге байланысты қыс айларында көп ондай болмайды. Жердің бетіндегі құбырлар ұзақ ұштайды. Көпшілігінде жердің астындағы құбырлар тез бізде шіріп кетеді. Жеріміз біздің тұзды, су көп. Біздің даже жаңа құбырларымыз мерзім бітпейді, кейде істен шығып қалатын кездер бар. Сондықтан где-то бір 40 жылдай тұрған құбырлар бар әлі. Ол енді сондай нәрсе, оны біз қарап, тексеріп, жылма-жыл дегенмен ол сондай уақыт өтсе де біз қарап отырамыз. Сондықтан оны ауыстырады, сондай кей жерлер бар. Ал арнаулы автобаза жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қала көшелеріндегі тазалыққа тікелей жауапты. Олар да қысқа дайынбыз дейді. Бүгінде көктайғақта жолға себу үшін 400 текше метр топырақ араласқан тұз әзірлеп қойған. Жанар жағармай қоры да жеткілікті. Табиғаттың тосын мінезіне төтеп беру үшін мекеме тарапынан 300 қызметкер мен 46 техника дайын тұр. Былтырдан қалған 200 тонна тұз бар еді. 200 тонна біргес құмалдыртып, бірге оны араластырып, қазір 400 тонна дайын тұр. Олар оны основной пайдаланатын жеріміз, ауылдық округтарға тайғақ болмауына байланысты үлкен көмек көрсетіп олар. Соған себебіміз, осы уақытқа алып қалған бөлек 200 тонна тұзымыз бар. 30 жетеді деп ойлаймыз. Жетпеген жағдайда біздің индер тұзбен договорымыз бар. Алдыртамыз. Себебі көп алдыртпай тұрған себебіміз ол қатып қалады. Қатып қалғаннан кейін оны пайдалану қиындау. Бір тәулік ішінде қаланы түгел реттей аламыз. Біздер жылма-жыл сонымен айналысып отырмыз. Шөткілеріміз, көректеріміз қаланы тазартуға үлгереміз бір тәулікте. 220 рабочийіміз бар. Жол рабочийлары. Олардың да құрал саймандары дайын. Коммуналдық қызметтердің қысқа дайындығы туралы облыстық энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы басқармасынан да сұрап білдік. Жылу беру маусым дайындығына 7 миллиард теңге бөлінді. Жергілікті бюджеттен 3,2 миллиард, кәсіпорын қаражатынан есебінен 3,8 миллиард. Облыс бойынша апаттық жағдайларды алдын алу мақсатында қала және аудан әкімдерімен мекемелердің жауапты жұмысшыларымен техникалық қызметкерлермен апаттық бригадалар бекітілді. Апаттық жағдайларды орнынан алдын алу жағдайда апаттық бригадалар жұмыс жасауға дайын.
Қараша айында Атырау облысы бойынша төтенше жағдай департаменті қызметкерлеріне арналған республикалық қыс 2024 оқу-жаттығу жиыны өткен еді. Онда құтқарушылар мен арнаулы техникалардың дайындығына тексеріс жүргізілді. Құтқарушылардың сөзіне сенсек, Индер Құрманғазы аудандарына апаратын республикалық трассада жиі көктайғақ болып, көліктер мен малшылар зардап шегеді. Қазіргі уақытта тас жолдарға себілетін инертті тұз қоры мен жол тазарту техникалар жеткілікті. Сонымен қатар, қала тұрғындарының мұз үстіндегі қауіпсіздікті сақтамай, өз өмірлерін қауіп-қатерге итермелеуі де қыстағы өзекті проблемалардың бірі дейді Атырау облысы төтенше жағдай департаменті бастығының орынбасары Рәтбек Демеуберген. Қарапайым халық мұздың қалыңдығын қайдан білет деген сияқты. Оны біз енді қазіргі таңда сіздің осы неңізді пайдалана отырып ескерткіміз де келеді. Күнделікті түрде ертеңгі күні мұз қалыптасып бастаған кезде күнде департаменттің қызметкерлері мұздың қалыңдығын тиісті участоктерде өлшейді. Ол өлшеген кезде сол ақпарат біздің кезекшілік қызметке келіп түседі. Балықшыларға келетін болсақ, балықшылар өздері тиісті лункаларын шеңберлерін қазып балық аулайды. Бірақ балыққа шығатын кезде манағындай мұздың қалыңдығын міндетті түрде ескеру керек. Екінші мәселе ол өздерімен бірге тиісті жеке қорғану құралдары, яғни жилет дейді, күртешеді, шильцы дейді, тиісті жіптері болады, арнайы арналған, таяғы болады. Оларды қамтамасыз ету керек шығар алдында. Манағындай қазған кезде лункаларды бір-бірінің алшағы бар. Бір қазған мысалы лунка екіншісіне қарағанда 2 метрден жақын болмауы тиіс. Себебі неғұрлым оларды жақын орналасқан сайын, соғұрлым мұздың құлап кету фактісі жоғарылау ықтимал. Өңір тұрғындары мұздың қалыңдығын 112 нөміріне хабарласып біле алады. Қазірдің өзінде қауіпті сезінбей, жұқа мұздың үстінде жүрген 500-ден астам адамға ескерту жасалыпты. Құтқарушылар болса күшейтілген тәртіпке көшкен. Ресми ақпаратқа қарасақ, өңірде жыл басынан бері 13 адам суға кеткен. Оның тең жартысы бала. Ал өткен жылы қыста 6 адамның ажалы судан болыпты. Оның біреуі мұз үстіне көлікпен шықса, екеуі балық аулаған. Есіңізде жүрсін, мұздың қаттылығын көзбен-ақ байқауға болады. Егер мұздың түсі көгілдір не жасыл болса, берік екенін білдіреді. Ал егер ақшыл сұр күңгірттеу болса, оның үстімен жүрмек түгілі маңайына жоламағаныңыз абзал. Мұз үстіне қас қарайған шақта және күн райы қолайсыз кезде, яғни тұман түсіп, қар жаңбыр жауғанда мүлдем шықпаңыз. Қалыңдығы 15 сантиметр мұз орта салмақтағы адам үшін қауіпсіз саналады. Шындығына келгенде қаладағы коммуналдық қызметтің жұмысына қатысты сын көп, алайда жауапты салалық мекемелер биылғы дайындық ерекше екенін айтады. Ең бастысы қыс мезгілінде қала тұрғындарына қолайлы жағдай жасау һәм қауіпсіздікті толық қамтамасыз ету. Әйтпесе қаһарлы қыс немқұрайлылықты, салғырттықты кешірмейді. Альбина Жамбылқызы, Ақылбек Ертаев, Ризабек Шахуатов, Фархат Тәжібаев, Досан Құлжанов, Айсана Өтегенқызы, Каспия Ньюс арнайы апта қорытындысы үшін.